Кейбір фрагменттерді YouTube заңы бойынша көрсете алмаймыз. Сәлем достар, YouTube әлемдегі видео бейнематериалдар хостингінің ең ірісі әрі ең сапалысы болып саналады. Бұл барлығымызға таныс бейнематериалдар мекенінде әуесқойлық бейнежазбалардан бастап, бейнеблогтар мен клиптер және тағы басқа көптеген жанрлардағы видеолар болады. Сол миллиондаған видеолар мен арналардың әлемінде қорқыныш пен үрей тудыратын арналар аз емес. Сізбен бірге Puzzle каналы. Бүгін көрермендеріміздің көптеген сұранысы бойынша YouTube'тағы үрей тудыратын каналдар жайлы айтатын боламыз. Крайна Крезибау TV YouTube каналы. Бұл каналдың авторлары Польша еліндегі 1980 жылы балаларға арналған бағдарламадан алынған кейіпкерлер мен тақырыптарды өзгерте отырып, бірталай қорқынышты видео бейнематериалдарды түсіріп үлгерді. Каналдың видеоларында қызыл түсті тиын, не мысық тәрізді жануар мен көзіне қағаз көздер жабыстырылған әйелді жиі көрсетеді. Бұндай қорқынышты каналдардың көбі көрермендерді жинау, ерекше арт-проект құру, елдің аузында болу мақсаттарын қуалайды. Ал бұл каналды мақсатына келетін болсақ, жай ғана видеолардың сипаттамасына қарасақ жеткілікті. Бұл арнайы интернет дүкенінің жасаған жарнамасы. Осындай ерекше пиар қадам деп те айтсақ та болады. Дон Шеверс каналы. Шизофрения ауруына шалдыққан баланың әкесі ашқан канал. Біріншіден, арнаның сипаттамасында Video White My Last Son Left Peter, яғни менің Питер атты соңғы баламның видеолары деп жазылып тұр. Барлық видеоларда Питердің әкесі мұндай сұмдық өмірге қалай келіп түскені жайлы баяндайды. Ал оның өмірі неге сұмдық дейсіз бе? Шизофрениясы бар ұлы өзінің терісін жыртып, үстіне ыстық су құйып, өз-өзін жарақаттап, әкесінің өміріне де қауіп төндіреді. Қысқасын айтқанда, канал сұмдықтың сұмдығы. Ал соңғы видеосы 3 жыл бұрын шығып, олармен не болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бірақ алдында айтқандағыдай кез келген үрей тудыратын арналардың өздерінің мақсаттары болады. Солай біз өткізген іздестіру барысында Дон Шеверс те солардың қатарына жататын болып шықты. Бұл жай ғана арт-проект. Ауру балалардан өтірік балаларға көшейік. Иә, сіз дұрыс естідіңіз, өтірік балалар. Silicon Baby каналы. Бұл YouTube каналда 97 мың жазылушы және 1000-нан артық видео бар. Сол 1000-нан артық видеолардың барлығында орта жастағы әйел адам силиконнан істелінген балаларды еркелетіп, киіндіріп, тамақтандырып, кәдімгі баласынай қарайды екен. Мүмкін біреуге бұл қорқынышты көрінбейтін шығар. Бірақ жансыз сәбилердің образдары көптеген адамдарды үрей тудырады. Білмеймін, мүмкін бұл тағы да интернет дүкенінің осындай қадамы шығар. Себебі әр видео сайын балалар ауысып отырады. Ал адамдардың барлығында қорқыныш әсері тек ұлғая түседі. 2.32 каналы. Бұл каналдың барлық видеолары 2 минут 32 секунд жалғасады. Ал видеоның жиілігі бір айда тек бір видео. Әр айдың 23 күнінде түнгі 2 сағат 32 минут уақыт аралығында видео салынып, өз үнсіздігімен және сұмдық бейнематериалдармен көрермендерді шошындырады. VHS, яғни Video Home System. Бұл қазіргі видеокамералар мен флешкалар пайда болмай тұрып, видеоны тасымалдап, сақтап және көруге арналған құрылғылардың түрі еді. Сол кассеталарға қаншама әуесқой бейнематериалдар жазылды десеңізші. Бірақ Memory Holly YouTube каналын көргеннен кейін, бұл ескі бейнежазбалар тек ностальгияны емес, солай қорқыныш әсерін тудыра бастайды. Каналдың авторы көптеген жеке отбасылық әуесқой бейнематериалдарды жинай отырып, қорқынышты стилде монтаж жасап, көптеген мен сияқты VHS бейнематериалдарды ұнататын қауымды екі ойда қалдырып қойды. Сен білмейтінді білесің, бірақ оны да білмейсің каналы.
Каналдың авторы Анна Мацкевич атты шизофрения ауруына шалдыққан әйел адам. Қазіргі таңда оның каналында назар аударыңыз. 38.793 видео. Сол барлық видеоларда Анна түсініксіз сөйлеп айғайлап, көшеде болсын, көлікте болсын, бәрібір барлық жерде агрессивті әсерде болады. Аннаның ойлауынша оны Ресей елінің және бірнеше елдердің билігі іздестіру үстінде. Әрине оны ешкім іздестіріп жүрген жоқ. Бұл жай ғана шизофренияның әсеріне пайда болған паранойя. Отслуживать, блядь, буду рвать, блядь, без разбитки, я не имею права рвать, блядь, а твои наклоны, блядь, тварь, и маки ногами рвать. Видеолардың көбінде ол жартылай шешініп, түсініксіз жерлерде түрлі жаттығуларды жасап айғайлайды. Стали выключение, блядь, как компьютер пользуется, визуальный пользуется компьютер, у меня сейчас зависимость от работы, блядь, закрыто, значит, помещение. Сөздердің түсініксіз болу себебі, ол ағылшын мен орыс тілдерін араластырып, өте тез және қатты агрессивті сөйлейді. Вот shut up, май, реально, я просто спекулируюсь, что вам надо-то, мать твою? Дәл сол салдардан көбі оны түсінбейді. А ты бачишь, что зомби, бачишь, юморать, депривашь, извините, я выхожу, бачишь, юморать, это понятно, по воле. Оторать, фиксейтинг, вот так авто люди, я морде вижу. 38.000 видео көп деп ойлайсыз ба? Онда келесі көрсетілген канал сізді таңғалдыратын шығар. Unforgettable Summer Circle каналы. Әр минут сайын 3 жаңа видео шығарып отыратын. Бұл каналды YouTube жаппай тұрып, ол 72.000 психоделикалық видео шығарып үлгерді. Кейбіреулері бірнеше секунд болса, басқалары сағаттап жалғасып, әрқайсында адамның психикасына кері әсер ететін элементтер өте көп болатын. Бірақ алдында айтқандағыдай барлық қорқынышты арналар YouTubeға белгілі мақсатпен келіп, өз айналасына түрлі сыбыс әңгімелер мен өтірік оқиғаларды құрып, хайптың арқасында сол қойылған мақсаттарына тез жетіп алады. Сондықтан ондай канал мен видеолардан қорқудың қажеті жоқ. Олардың 98% өтірік болса, қалған 2% ауру адамдар.